Қарақалпақ музыка көркем өнер тарауында қосықлар жүдә көп. Дегенменен олардың һәммесі де шын мәнісінде әжайып түретілген, халықтың қалбіне орналасқан қосықлар деп айтуымыз қиын. Ал бүгін біз көрсетуіміз арқалы сөз етіп отырған Айжігіт қосығы халқымыздың ядынан шықпай тұғын, халқымыздың жүрегіне жақын қосықлардың бірі екенлігін атап өту орынды. Сонымен бірге бұл қосықты көпшілік қосықшыларымыз сүйіп атқаруы да сөзіміздің дәлелі бола алады. Бұл қосықты соңғы жылдары халқымыздың сүйікті қосықшыларының бірі Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Азима Үсенованың да атқарып шығуы тегінге емес. Сол ең бірінші мен бұл қосықты 2006 жылы айтып шықтым. Өзім Ташкент қаласына телевидениесіне барып, сол жерде записке түсіп, һәм бұл көпшілік енді ішінде Айжігіт деген сөз көп болғаннан кейін көпшілік Айжігіт деп кеткен, бірақ бұл қосықтың аты қыз әзілі. Қыз әзілі, жүйрік болсаң жете ғой, жүйрік болсаң жете ғой, жете алмасаң қал жігіт. Қане жігіт, Айжігіт деген сөздер болғаннан кейін мен ойлаймын, Айжігіт деп кеткен, бірақ бұл қосықтың аты қыз әзілі. Мен бұл қосықты ең бірінші атқарушылар бар, Гүлшат апамыз атқарған, Маржан апаларымыз атқарған қосықшы, бірақ мен ең бірінші бұл Мырзагүл Төлегенова ұстазымыз, Мырзагүл Төлегенованың атқарған көргенмен бала уақытымнан сонда ұнайтын еді, һәм ұстазларменен, ұстаз апалармен ойласып, қосықты айтқым келеді, һәм іслетсем бола ма, аранжировка қайта айтсам бола ма дем, айта бер деді. Әр күнге әр түрлі қосық ұнайды. Сонымен бұл қосықты істетіп айтып, һәм записке түстім. Халқымызға да жүдә бір ұнады деп ойлаймын. Халқымыздың жақсы күндерінде, тойларында барсам, қосық сұрайды менен. Ұнша емпеңлеп жүгіресең Айжігіт, қусаңдағы қаншама жеткізбестен алдылы. Қусаңдағы қаншама жеткізбестен алдылы. Сол балалығымнан қосықты телевидение арқылы көріп, һәм бұл Мырзагүл апа Төлегенованың айтқанында жүйрік болсаң жете ғой, жүйрік болсаң жете ғой, жете алмасаң қал жігіт. Ең кейінде жете алмасаң қал жігіт деген жер бар да, ол жерімен алдыңғы 2006 жылы ең бірінші өзім айтып шыққан болсам, ол жерін іслетпегенмен да мен концовкасында жүйрік болсаң жете алмасаң қал жігіт деген жері бар да, мен ойын істетпегенмен. Бірақ қазір және осы неге келіп, кеше жақында және аранжировка істеттім бұл қосықты. Сода сол Мырзагүл апаң айтқандай қылып, сол ең кейінде жете алмасаң қал жігіт деп, ең кейін сөйтіп тамамлап қайттан істеттім да. Енді 2006 жылы бәрібірде енді жаңағы басылап, енді қосық айтып, телевидениеге шығып, бәрібір ой ерде бәрібір қате кемшілік болған шығар деп ойлаймын. Енді сол міне енді бір жасымыз енді бір асте ақырын жыллары өтіп, өзіңнің бір кемшілігін, қателерін түсінесең, мәселен өткенде сол 2006 жылы көптеген қосықлар айтқан болсам, мен қазір оның уақытлар өтіп, жыллар өтіп, оның қай жерінде қате айтқанмын, қай жерлерін дұрыслау керек, соны қайттан өзім істеп басылап жатырмын да қосықларымда. Қате айтқан жерлерім бар, қате кемшіліктерін соны қайттан істеп толтыруға әрекет етіп жатырмын да. Сөз қосықтың қанаты деседі. Сөз бенен нама бір-біріне үйлескенде ғана қанатлы қосыққа айланады. Бүгін біз сөз етіп отырған Айжігіт қосығының сөзі де, музыкасы да профессионалдар тарапынан дөреленген. Сол үшін да бұл қосық еліге дейін қосықшыларымыздың репертуарынан түспей келеді. Жүйрік болсаң жете ғой, жете алмасаң қал жігіт. Енді Мархабай тарапынан ұсыныс болды. Сол бір
жақсылықты нете тұғын, тәріфлей тұғын, сен бір қатар қосықлар жаз деп ұсыныс болды. Онан кейін өзімде де рухта қосықлар туылып жүріп еді. Сондықтан бір қатар қосықлар ізіменен төгіліп, бір қатар, әмесі бір қатар жазылды. Соның ішінен Мархабай сайлап алып, өз намаға түсетұғыларын алып, нама жазды. Енді біз шайырлар қосықты өзіміздің қалекенімізше жазамыз ғой. Кеуілімізден шыққан кәпті жазамыз, бірақ оның айым сөзлері намаға туыры келмеуі мүмкін. Себебі біз композитор емеспіз. Ол қандай етіп айтылғанда, қандай бұғылар керек болады, қандай етіп жазылғанда намаға сәйкес келеді, әмесін біле бермейміз. Сондай жерлерден Мархабай барқылда маған мәслихатын беріп, айтып тұратұғын еді. Бұл текстін Смайыл Құрбанбаев жазған деп жүретұғын едім да, себебі соның юбилейіне арнап айтасаң деді ме, сондай аға кеп тұрған соң, мен авторы сол шығар деп ойладым. Оның авторы кейін білсем, Нәбира Төрешев апамыз екен, шайыр апамыз екен. Бұның қосықтың композиторы Мархабай Жемұратов. Бір көкняда слеп шығылған қосықтар біргелікте, шайыр менен композитор екеуі біргелікте ісленген. Енді бұл қосықты мен ойлайман жүдә бір жақсы жазылған деп ойлайман, себебі халқымыздың жүрегінен орын алған қосық. Нәбира апада сондай сөзлеріне сондай ітібар беріп, қыз әзілі дегенінде қыздың бір ішінде назын көрсетіп, оның бір жігітлерге деген әзілін көрсетіп жазған деп ойлайман. Һәм де бұған Мархабай ағамыз да, Жемұратов ағамыз да сен қыз әзілі болса, бұлар енді көпшілік халқымыз біледі, ерлі зайыплы. Екеуі мен ойлайман, Нәбира апа назын көрсетіп, Мархабай аға намасын әзіліне де екеуі жазған деп ойлайман. Һәм де екеуі Нәбира апаның сөзіне Мархабай ағаның намасы жүдә бір жүзікке қас қондырғандай болып түсті деп ойлайман да. Қосықтың халықшыл болуында оның музыкасының орны үлкен. Барлық қосықларға да нама жазыла бермей тұғылығы хақиқат. Композитордың қалбіне қозғау салған, оны өзгеше тәсірлендіре алған қосықларға ғана нама жазылады. Халқымыздың белгілі композиторы, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан композиторлар қоғамы ағзасы. Бір сөзбенен айтқанда, халқымыздың мақтанышлы перзенті композитор мархум Мархабай Жемұратов өз өмірі дауамында 200-ге жақын нама қосықлар жазып, бізге мирас етіп қалдырды. Ол дүреткен әрбір нама кеуілерге жақын болғалықтан да, ол халықтың шын мұхаббатына мессар болды, һәм оны халық композитор іспатында тілге алады. Айдылладан баслап жаман баласаң, сәудігім, қашан айтаман қосықлары менен бір қатарда, әй жігіт қосығы да халқымыздың ең сүйіп тыңлайтын қосықларынан бірі десек қателеспейміз. Егер композитор арамызда болғанда, биыл өзінің құтылы 70 жасын қарсы алар еді. Мархабай бұл ләхи бір талантлы адам еді. Ол шығарманы жазғанда бір майданда бір сағатта да жазып тастауы мүмкін. Мархабайдың сондай әдеті бар, бір істі қолына алды ма, оның ізінен қамайды. Басқа заттың бәрін ысырып қояды да, сол шығарманы толық жазып болғанша ешқандай басқа нәрсеге алаң болмайды. Ол наманы жазып болғаннан кейін пианинода отырып шертіп, өзі айтып, маған көрсететін еді. Жалғыз менің өзім текстім емес, басқа шайырлардың текстілеріне де жазған намаларын, мынандай нама жаздым, мынандай тым жақсы болып шықты, Нәбира, сен тыңлап көр, қалай екен, сенің пікірің қандай деп пианинода отырып шертіп, өзі айтып беретін еді. Сол өзіме ұнаса, жүзі қуанып кетемен. Тап өзім жазғандай, сонаманы өзім жазғандай қатты қуанып кетемен де, Мархабай бұна тез записке түсіп, мынау ажайып нама болған екен, тезірек записке түсу керек деп отыраман. Енді бір айрым жерлерінде бір азмаз жаңағы кеуілме отырыңқырамай қалған жер болса, мына жерін қайттан көру керек пе, қайдам сен өзің білесің, енді сен композиторсың, бірақ енді мен композитор емеспен, бірақ жаңа мынандай мына жері меніңше бір қайттан көру керек пе десем, соны көретұғын еді. Бірақ деген менің композитор өзінің дейіндегі нәрсені іслейді, дейіндегі нәрсені шығарады.
Міне солай айтып, расында да оның жазған намаларының һәммесінің бірінші тыңлаушысы мен. Менің барлық жазған қосықларымның бірінші оқушысы Марқабай. Һәм со үлкен ұстазларымыз, апаларымыз айтқан бұл нешенші жыллары шыққан қосық, біздерден неше жас үлкен қосық һәм ұстазларымыз атқарған. Мен со ұстазларымыздың қатарында мен де со қосықты айтып, һәм де халқымыздың жүректерінен азғантай да болса да орын алған болсам, со айтқаным ұнаған болсам, мен жүдә қуанышлыман. Еледе мына қазір көп жас қосықшылар шығып атырды, қызларымыз шығып атыр, һәм оларды атқарып атырды. Қызлар сорайды, мәселен со қосықтың білмеген жерлері, текстілері болады, қатарлар қате айтып қоймайын деп не сорайды, маслихат сорайды, со уақытта айтамыз. Бірақ мен ойламай ең шығып кеткен қызларымызда со алдыңғы айтқан қосықшылар менен со айтпастан бұрын қосығын айта жақ қосығын көрсетіп, мәселен текстілерін көрсетіп, айтылуын сондай меттеп көрсеткені мен ойлайман өзімнен келіп шығып айтып атырман да дұрыс болады деп ойлайман. Еш уақытта не дейді, ана білмегенін сораған еш уақытта айып емес. Біздердің со тарауда, мәдениет тарауында соны жақсылап үйреніп, біліп айтса, сонда ұстазлардың бір айтқандай, халықтың жүрегіне қонатығындай бір қосық болады деп ойлайман. Неге бұнша емпеңлеп жүгіресің ай жігіт, қусаңдағы қаншама жеткізбеспен ал біліп. Қусаңдағы қаншама жеткізбеспен ал біліп. Қане жігіт, ай жігіт, неге тұрсаң іркіліп? Қане жігіт, ай жігіт, неге тұрсаң іркіліп? Жүйрік болсаң жете ғой, жүйрік болсаң жете ғой, жете алмасаң қал жігіт. Жүйрік болсаң жете ғой, жете алмасаң қал жігіт. Негізінде дөретуші инсанлардың жүрегіндегі тербеліс әжайып дөретпелердің дүнияға келуіне себепші болады. Бүгін біз көрсетуіміз арқалы әне сондай талантлы инсанлардың жүрек тербелісінен дүрілген қосықлардың бірі хақында сөз еттік. Біз ойлаймыз, бұл қосық алдағы уақытлары да халқымыздың ең сүйіп тыңлайтұғын байрамларында қайта-қайта атқарыла беретін қосықлардың бірі болып қала береді. Жақсы қосықлар жолдасыңыз болсын деген ең жақсы тілеклерменен көрсетуіміздің бүгінгі санын жұмақлаймыз. Еслетіп өтеміз, көрсетуіміз Қарақалпақстан Республикасы композиторлар аухамы, сондай-ақ Даутбай Қайыпов атындағы Жәмиетлік фонды менен біргелікте даяланбақта. Жасылар ТВ телеканалын көруден ұзақласпаң, қош, сау, саламат болың, азизлер.